Көктем келді, шөп көктеді, орман қайта көгерді. Достарымды шақырайын, бірге қызық көремін. Сәлем қоян, не істеп жүрсің? Сәлем түлкі, орман әдемі болып кетіпті. Достарды жинап серуендесек деп едім. Серуен дейсің бе? Онда жарыс жасайық. Кім орманда көбірек жинайды, жидек жинайды, сол жеңіске жетеді. Жақсы, жарысайық. Бірақ ойнап жүріп, орманды бұлғамауды ұмытпа. Жарайды. Сендер не істеп жүрсіңдер? Біз жарысайын деп жатырмыз. Жидек теру жарысы. Қатысасың ба, Қасқыр? Маған ойын емес, тамақ керек. Ашпын, жидек емес, ет іздеп жүрмін. Біз доспыз, бір-бірімізге көмектесеміз. Аш болсам бірге жинайық, бөлісіп жейміз. Менімен дос боласыңдар ма? Мен тек қорқытқым келіп еді. Не болып жатыр балақайлар? Орман дауысы шығып кетті ғой. Біз бірге серуендеп, жарысып, орманды тазалап, көңілді күн өткізгіміз келіп еді. Қасқыр аш, режулі. Бірақ біз бәріміз дос болғымыз келеді. Балалар, достық деген бір-бірімізге көмектесу, түсіну. Орман бәріміздің үйіміз. Бүгін достығымызды бекітіп, бірігіп, пайдалы іс істейік. Қоқыс жинап орманды тазалайық. Келістік. Білесіңдер ме, бірге жүрген қандай тамаша. Мен алғаш рет орманда қуаныш сезініп тұрмын. Дос болған қандай жақсы. Алда тек адал болуға тырысамын. Орманда тап-таза болды. Дос тартардық. Көңіліміз көтеріңкі. Бүгінгі күн орман достығының күні. Дос болайық бәріміз, таза ұстайық орманымыз. Бірлік мейірім бәрімізді, жақсылық жасайық іспен нақты. Қоян рөлінде Әбдібек Нұрай, түлкі рөлінде Жаңабек Ақнұр, Қасқыр рөлінде Бақытбек Ақжібек, Аю рөлінде Қойшығұл Гүлсезім.